Сәлем қыздар, бүгін мен замия гүлка зенде гүлін қалай отырғызғанымен бөліскім келіп отыр. Мен сіздерге мына тамырын, картошкасының сау екенін және де жаңадан стрелкасын шығарып келіп жатқанын көрсетіп отырмын. Мына жерде мен арнайы доллар гүліне арналған өте жеңіл, ауа өткізгіш, агробальтпен және террафортамен жасалынған, барлық қоспасы қосылған арнайы доллар гүліне арналған топырақты дайындап алдым. Және өзіне лайықты осылай тар горшокты таңдап алдым. Себебі доллар гүлдері өте тар горшокты ұнатады. Картошкасын барлық горшоктың ішінің барлығына толтырмайынша бұл гүлдер стрелкасын, яғни жапырағын шығармайтын болады. Осылай топырағын жан-жағын барлығына салып отырғызып алдым да жаңадан шығып келіп жатқан побегін мен топыраққа көміп тастаған жоқпын, себебі шығуына оңай болсын дедім. Көп адамдардың қателігі осы топырағын побегіне дейін барлығын көміп тастайды. Ол дұрыс емес, су құйған кезде де ол шіріп кететін болады. Қыздар, осылай осы гүлімді отырғызып алдым және де бұл гүлді сатып жібердім. Қыздар, осылай арнайы дайын күйінде отырған гүлдерді аламын десеңіздер, маған